Жиналысқа салып бүкіл ел жұрттың алдында масқара етсе, онан өткен не қорлық болсын, онан да асылып өлгені артық па? Бармаймын, деді ұлтуған. Өз үйінің төбесіне қарады. Екі көзі тінтініп, асылып өлер шеге іздегендей болды. Атқарушы шал бірдеңе айтқысы келгендей ерні жыбыр-жыбыр етіп біраз тұрды да, ақыры ұлтуғанның сөз тыңдамас түрін көріп, бұрылып шыға берді. Табалдырықтан аттай бере сәл бөгеліп, жаңа әлгі майданды мілтса кеп ауданға әкетті, деді. Неге? Қамайтын шығар тәрізді. Түнде әйелін көгала қойдай қып сабап салыпты. Тәйірі, бұл күнге дейін әйелге қол жұмсап несі бар десеңші? Осыны айтып атқарушы шал шығып кеткен. Мына хабар ұлтуғанға жай оғындай тиді. Не істеп не қоярын білмей, біресе далаға шығып, онан қайта үйге кіріп аласырды. Сорладау деп күбірлей берді. Қайнап тұрған самаурының отын сөндіріп, суын төгіп тастады. Шай ішіп отыратын қай сәні қалды ендігі жерде. Не істейін енді? Қайда барады? Кімге барады? Егер осыдан бірер ай бұрын ұлтуғаннан осы майдан қандай жігіт? Саған ұнай ма өзі? Деп сұраған біреу болса, бұл тіпті не дерін білмес еді-ау. Сұңқиған арық, үнемі арақ ішіп жүретін бадырақ көзді жігіттің қай түрін, қай қылығын ұнатамын дер еді. Қайта күлер еді ғой. Әжуа қылар еді. Ал ендігі күйі мынау, дүниедегі ең жақыны, ең ардақтысы майдан ғана. Жатса да тұрса да соны ойлайды. Жаңа киімдерін киіп, қолына түйіншек ұстаған ұлтуған сәскелікте келетін автобуспен аудан орталығына жүріп кеткен. Жол бойы майдан жайын ойлаумен болды. Кінәлі ол емес, оның басын шатып қойған бұл ғой. Қамау керек болса, мұны неге қамамайды? Ешбір өкінішсіз, артында қайырылмастан кете берер еді ғой. Кімі қалып барады артында қайырлатындай? Тек майдан босаса, со байғұстың көңіліне қаяу түспесе, бұған сонан артық не қуаныш, не бақыт керек. Қазір ауданға жетісімен бұл турадан тура милиция бастығына барды. Бар жайды еш бүкпесіз соған тура баян етеді де өзін қамауды, майданды босатуды өтінеді. Жылап отырып алады, бірақ қайтсе де майданды босатып, орнына өзі қалады. Автобуспен түскен бойда ол милиция бөлімінің қай жерде екенін сұрап алды да, асығыс басып сонда тартты. Ыстық күнде қоңырсық лебі жүректі қапқан асфальт көше былқ-былқ етіп, майысып жүрісін ауырлатып жіберді. Сәлден кейін иіс қоңыс пен зыңылдаған ыстықтан басы айналғандай боп кетті. Көзі қарауытып, екі өкпесі кеудесіне сыймай лобылып лоқси бастады. Бүкіл өне бойы зіл бірдеңе төмен тартқандай. Бетім-ай, жүкті боп қалған ба? Осып жіберген. Қорқып кетті. Анадай жердегі бағанаға барып, буындарының дірілі басылғанша сәл сүйеніп тұрды. Үреймен қатар шым-шымдаған қуанышта оралды. Милицияға бұл келгенде түскі үзіліс кезі екен. Бастық жоқ боп шықты. Әуелде жылы шыраймен амандасқан, жылпылдаған жылтыр қара кезекші жігіт мұның майданды іздеп келгенін естісімен түсі күрт суып сала берді. Кішірек көзі тесірейіп, өңменнен өтіп, «Кім боласың? Әйелісің бе?» деді бірден. Сенге көшіп, зәресі ұшқан ұлтуған жоқ деуге де, я деуге де аузы бармай, болар болмас қана басын изегендей болды. Немене, жолығуға келдің бе? Я, жолығуға болмайды. Бар жағдайымды айтсам деймін, бастықтарыңызға түсіндіріп. Қатын бастықтың да басын қатырма. Әбден дағды ғып алғансыңдар. Қит етсе ұрды соқты деп милицияға қабарлап, артынан жылап-сықтап келіп жүргендерің өстіп. Ол мені ұрған жоқ, мен де ұрған жоқ ештеңе. Бар қайт үйіңе.
15 күннен кейін бірақ көресің. Кезекші мұны әрі сөйлеспейтін түр көрсетіп, кейін бұрылып кетті. Ұлтуған сыртқы есік сыртына шығып, милиция бастығының келуін далада отырып күткен. Бірақ қанша сарылып күткенімен ол кісі түстен кейін жұмысына келмеді. Бір кезде әлгі кезекші милиционер ашық терезеден басын шығарып, бастықтарының бүгін ертең келмейтінін, 9 бір шаруамен жол жүріп кеткенін айтты. Әбден қажыған, қаталап шөлдеген Ұлтуған мұнан кейін де майданға жолығуға әрекеттеніп көрді де, ақыры одан ештеңе өнбесіне көзі жеткен соң кешкі автобуспен ауылына қайтты. Өне бойы салдырап, қатты шаршағанын сезді. Ауылға күн ұясын қона жеткен автобустан түсе бергенде қарсы алдынан қайғыта шауып бригадир Сағынбай шыға келді. «Әй, Ұлтуғансың ба?» деді атының басын іркіп. «Қайда жүрсің сонша? Бүгін күні бойы іздеп таба алмадым ғой. Терезеңді салғызып қойдым. Рахмет. Ауданға барып ем. Әлгі майданды қамап қойып па? Көре алдың ба? Жоқ. Байғұсай, ал енді өзің жұмысты ұмытқаннан саусың ба? Осы үйде отыруың жетті емес пе? Әкесін қанжығасына байлап жүрген ешкім жоқ. Бәріміздің де әкеміз өлген. Тіршілік қамына кірсеңші. Ертең ерте анау Қоғалы бұлақтағы пішенге барасың. Дайын бол. Мақұл, тек бастық шақыртқан еді. Со кісіге жолығайын. Жолығатын дәнеңе жоқ. Жұмыстан қалмай жүріп кет. Бастыққа мен өзім айтармын. Соңғы сөзін жүре сөйлеген Сағынбай шаба жөнелді. Ұлтуғанның көңілі едәуір сергігендей боп қалды. Шынында да жұмысқа шықпағаныма көп болыптау деп ойлады. Тіршіліктің қамын ұмытыппын ғой мүлде. Сол күннің ертеңінде Ұлтуған шай қойып ішіп, Қоғалы бұлаққа кеткелі жиналып жатқанда күтпеген жерден көрші үйдің кемпірі келді. Калошын шешіп төрге озып барып жайғасып отырды да, «Бүгін күн жұма болған соң Құран оқиын деп келдім» деді қатқыл дауыспен. Онан соң қоңыр үнмен зарлатып бастай жөнелді. Ұлтуған көзінің қиығымен кемпірге ұрлана қараған. Кескіні аса саябыр салмақты екен. Бұл дүниенің кәкір-шүкір көп тірлігінен аулақ, қоңыр салқын басқа бір дүниеге беті ауған сияқты. Әлден соң алақанын жайып іштей күбірлеп кетті де Ұлтуғанның әкесінің, онан шешесінің аттарын атап соларға иман бағыштап барып бетін сипады. Кемпірдің мына қылығына Ұлтуған әбден риза боп қалды. Шайын демдеп жіберген. Бірер шыны шайды асықпай ішкен кемпір: «Шырағым Ұлтуған, асығыс екенсің, бұйымтайымды қысқа сөйлейін» деп бастады да өзінің бала сүймей зарығып жүрген немере інісінің егер бұл қамсынбаса сөз салар ойы барын айтты. «Әлгі елуге келе қойған жоқ, жас» деді кемпір сөзінің соңында. Кемпірден оңай құтылып кеткісі келген Ұлтуған: «Апау, ол кісінің әйелі бар ғой» деген күліп. «Шырағым, әйелінің өзі рұқсат беріп отыр. Ондайда заңда қарсы болмайтын көрінеді ғой» деп кемпір бұлтарар жолды кесіп тастады. Ұлтуған үндеген жоқ. Жұмыса асығыс екенін сездіріп орнынан тұрған. «Ойлан шырағым, қабырғаңмен кеңес» деп кемпір де кетті. Гүлді орамалын көзіне тас қып тартып алып үйден шыққан Ұлтуған кеңсе алдына пішеншілерді Қарғалы бұлаққа апаратын машинаның артқы жақ бұрышына кеп елеусізде отыра кеткен. «Ұлтуғанбысың, амансың ба? Қайда?» деді бір келіншек сампылдап. Ұлтуған үндеген жоқ. Естімеген адамша теріс қарап отыра берді. Қорыққаннан осындай тілдер болатын. Енді не де болса шыдап бағуға үндемеуге тырысты. «Ибай-ау, өзі тіпті сөйлескісі келмейді ғой. Бізді менсінбей қапты ғой» деді тағы да әлгі келіншек. «Жайыңа отыр, қатын, немене байыңнан айырылғың кеп отыр ма?» деді екінші бір сыпсың келіншек. «Сондайы бар екен ғой». «Ха-ха-ха,
көзі жасаураған ұлтуған машинаның борт тақтайын тырнағымен тырнай берді. Күліңдер, күліңдер, қалай табаласаңдар да табандарыңның астына бір түстім ғой, деп ойлады. Ал әйелдер болса сөзді бірінен бірі қағып әкетіп, қақпақылдап жатыр. Сорлағанда майдан сорлады ғой байғұс деді. Өзіне де сол керек сүйретілген неменің. Әлгінде әлгі сәнді бала ауданға кетті. О да бірақ бейбақ. Өзі айдатып жіберіп, өзі артынан іздеп жүрген. Біреу терезені қаққандай болған. Ұлтуған шошып оянды. Үйдің іші тас қараңғы екен. Түннің ортасы болса керек. Рас қақты ма, әлде түсінбе дегенше болған жоқ. Терезені біреу тағы да ақырын ғана шертіп тықылдатты. Ұлтуған, мен ғой? Мұнан әрі ұлтуғанның төсектен қалай атып тұрғаны, есікті қалай ашқаны, майданның мойнына қалай асыла кеткені есінде жоқ. Майданның өсіп кеткен сақал мұртына да елемеді. Сыртқы есіктің көзінде құшақтады да тұрып алды. Тоқташы ұлтуған, ішке кірейікші. Менің үсті басым кір. Мейлі. Онан соң жігіттің бет аузын шөлпілдетіп сүйе бастады. Мейлі, кір болсаң да сүйем сені. Бетіңнен емес табаныңнан сүйем сенің, жаным. Сағындым әбден. Ауызғы бөлмеге кірген соң қараңғы бұрышта екеуі бірін-бірі сипалап, мауқылары басылғанша ұзақ тұрды. Іргедегі қорадан қанаттарын сабалап әтеш шақырды. Ұлтуған, мен жуынайыншы, қазір мен су жылтып берем. Біратала суға түсіп ал. Ұлтуған дереу қазанның астына от жағып, су жылтты да қарсыласқанына қарамастан майданды өз қолымен шешіндіріп, дәл бір тұңғыш баласын шомылдырғандай жөкемен арқасын ысты. Бұрын да семіз байғұс едің, құр қабырған қалыпты ғой, ырсиып, деп мүсіркей қойды. Шомылып болғаннан кейін ұлтуған майданға әкесінен қалған ескі киімдерді кигізді де, оның кір киімдерін жинап алып жууға кірісті. Жаман иіс қоңыстары енді ғана сезінген жүрегі лоблығып кетті. Бір уыс боп бүрісіп отырған майдан оның қимыл қозғалысынан көз алар емес. Шашы тықырлап алынған, сақал мұрты қауғиып өскен, ұрты ортайған, түрі жүдеу, тек көзі ғана от шашып жалт-жұлт етеді. Барып жатсаңшы, демалсаңшы, бірге жатамыз ғой. Өзің немен келдің? Жаяу, Құдай-ау, сонау ауданнан жаяу келдің бе? Деді ұлтуған шошынып. Иә, бағана кешкісін босатқан, ертеңге дейін автобус күткенмен қалтамда бір тиын ақшам жоқ. Сонан соң жаяу жүріп кеттім. Қарның да ашқан шығар, ептеп. Ұлтуған кір жуып болды да самаурынды тұтатты. Бар дәмдісін дастарханға төгіп екеуі ұзақ отырып шай ішті. Таң алдында ұлтуған сиырын сауып босатып жіберді де сыртқы есікке құлып салып өзі бала кезіндегідей ішке ауыз үйдің терезесінен кірді. Әйтпесе маза бермейді деді. Мұнан кейін екеуі де ұзақ күнге тұяқ серпітпей жатып ұйықтады. Түс кезінде есік алдынан дүрсірлете шауып аттылы біреу келген. Сағынбай екен. Апа, мына ұлтуған қайда кеткен деп дауыстай сұрады көрші кемпірден. Білмедім. Ертеден бері үйі құлыптаулы тұр ғой. Ұлтуған да майдан да рахаттанып күліп алды. Өздерінің осынша тапқырлығына мәз болды. Бір-біріне тығыла түсіп алаңсыз ұйқыға батты. Сырт дүние тіршілік ендігі жерде екеуіне де қажетсіз еді. Бұл істерінің аяғы немен тынарын, қалай бітерін екеуі де ойлаған жоқ. Ойлағылары да келмеді. Сағынысу да бар, ынтыға түсу бар, бір-біріне еркелеу бар, бір-бірін іштей аяу бар. Түрменің іші жаман шығар деді ұлтуған. Атама, жақсылығы шамалы. Әуелгі күні кешкісін қорланғаным сонша тіпті өзімді өзім өлтіргім де келді. Бір лезва тауып алып тығып қойдым. Жұрт ұйықтаған соң күре тамырымды қимақ болғам. Астапыралла, қойшы майдан. Оның не? Айтпақшы қорқам. Тегінде өмірдің опасы жалған екенін түрмеде отырғанда сезеді екенсің.
Қайсы еді бір әнде бұл жалған опасыз өтер кетер ескен желдей деуші еді ғой. Дәл сол ой келеді екен. Жылдап отырғандардың қалай шыдайтынына таңым бар. Сірә олар ит жанды болып кететін шығар. Осылайша ұзақ түн өтті. Түнде қарай ел аяғы басылып, жұрт ұйқыға кеткен кезде ұлтуған есікті ашып сыртқа шықты. Сиырын сауып өзенге барып су әкелді. Терезелерін қараңғылап қойып, түннің бір уағына дейін ондағы-мұндағы шаруаларын істеді. Таң алдында есіктің сыртына құлыпты қайта салып, екеуі тым-тырыс боп тағы жатты. Тағы ұйқы сыбырласа сырласу, бір-бірі жақсы көріп, елжіреу, бірін-бірі аймалау. Бұл дүниеде тек екеуі ғана бар. Екеуінің ыстық махаббаты ғана бар. Мейлі күндер өте берсін, мейлі дүниені өрт қаптасын, екеуі үшін бәрібір. Шатырлап жанып кеп, аспан екеуінің осы жатқанында басып қалса да, қандай жақсы болар еді. Бұл күнде ұзақ өтті. Көшеде дабыр-дыбыр сөйлесіп жұрт жүреді. Бұзау мөңірейді, ит үреді, тауықтар қытқыттайды. Екінші түн екеуі де сыртқа шығып, қол ұстасып ауладан ұзап далада қыдырысатын шығарды. Таза ауада бойларын жазды. Шық түскен көк шөпке отырып, алдағы тіршіліктеріне сөз қылды. Ауылдан кеткеніміз жөн болар, деді Майдан. Мына Қарасайға барып, мен темір жолға жұмысқа кірем. Қаласаң сен де жұмыс істейсің, әйтпесе тіпті үйде отыр. Асырай алмай бара жатқан кіміміз бар? Саған уақытында тамақ пісіріп қойып күтіп отырсам ғой. Иә, шынында да, мен сен үшін тамақ пісіріп күтіп отырғаннан өзге ештеңе тілемес ем. Майдан, не? Мен екі қабатпын, рас айтасың ба, жаным-ау? Менің тілегім сол еді ғой. Енді болды, енді бір-бірімізден кете алмаймыз. Өмір бойы бірге боламыз. Тоңып кетіпсің ғой. Жүр қайтайық. Шығыс жақ баяу ғана қылаңыта бастады. Қараңғылық ыдырап, төңірек бозаң тартты. Ең әуелі батпылдық оянады екен. Әр тұстан бір-біріне хабар беріп, бытпылдықтай бастады. Келесі күні ең ұзақ күн болды. Уақыт мүлдем жылжымай қойды. Алғашқы күндегідей ұйқы да жоқ. Түс кезінде екеуінің де ұйқылары қанып оянды да, содан кешке дейін үй ішінде сенделіп жүрді де қойды. Екеуі де сығалап перде астынан далаға қарайды. Болымсыз нәрсені қызықтап сөз қылады. Мына көрші кемпірлердің ата қызылақты қуып жүр, деп күледі ұлтуған. Майдан болса дүкен жаққа қарайды. Әне сағынбай кеп аттан түсті дейді. Майдан сені сәнді бала іздестіріп жатқан шығар. 2 күннен бері қайда жүр деп. Іздестірсе тауып көрсін. Екеуі де қосыла күлді. Сәлден кейін ұлтуған ойлы күйде күрсіне сөйледі. Бүйтіп қашанғы тығылып отырамыз, бәрібір табады ғой, деді. Осы сәтте екеуі де бір-біріне тура қараудан тайқып, шырықтарының бұзылар шағын үреймен естеріне алды. Көңілдері жүдеп сала берді. Майдан, осы сенің неше балаң бар? 4-еу. Мейлі тіпті 10 болса да енді қайтып сәнді балаға бармаймын. Ал мен сені барам десең де жібермеймін, деп ұлтуған оған еркелей асылды. Екеуі де күннің тезірек батуын тіледі. Кешегідей қырға шығып таза ауада қол ұстасып жүруге асықты, бірақ ол ойлары болмады. Кешке қарай аспанды тұтасқан қара бұлт торлап, жарық-жұрық найзағай ойнап, дауылдатқан нөсер жауын жауды. Содан түні бойы бір толасыған жоқ, селдетіп құйды да тұрды. Тек ертеңіне түске жақын ғана басылды. Ұлтуған да Майдан да даланың тұнжырар қабағынан еңселері түсіп, езіліп, іш құса күйге түскен. Түсте күннің көзі бұлт астынан жарқ етіп шыға қалған кезде қуанып кеткен ұлтуған, «Ту, тамашасын-ай, далаға шығайықшы», деді шыдай алмай. «Сен шығып біраз жүріп қайт. Сен ренжімейсің бе? Жоқ, тек сыртымнан жауып кет. Онда мен біраз барлау жасап қайтайын. Дүниеде не боп, не
қойып жатыр екен. Сұрағандарға қалаға барып қайттым деп қоям. Жауыннан кейін дүние тегіс жуылған, мөп-мөлдір таза еді. Аспандағы жел қуған бұлттар тоз-тоз болып ыдырай жыртылып жөңкіп барады. Тысқа шыққан бойда ұлтуған көңілі алып ұшып, өзінен өзі бір жаққа барғысы, жүргісі кеп кетті. Қайда барса, айтпақшы, дүкенге баруға болады. Майданға бір жарты әкеп беріп, бір қуантсында, ішпегеніне көп болды ғой, бір жасап қалар. Сөйтіп дүкенге қарай жүрді. Көше бойы есік терезелерінен сығалай қараған қатындардың бірде-біріне пысқырып та қараған жоқ. Кеудесін тік ұстап, ерегіскендей аяғын алшаң басты. Бұға берсең сұға береді дегендей жұрттың басынып алатын әдеті емес пе? Дүкенде көп ешкім жоқ екен. Бір-екі бақташы жігіт араға алып тұр және топырлаған бір ұсақ балалар жүр. 6-7 шамасындағы қара домалақ баланы қоршап алыпты. Оның қолында 2 бос бөтелкесі бар. Сатушыға ұсынып тұр. Кәмпит беріңізші деді тақылдап. Әй, бөтелке алмаймын. Апаңның өзі әкеліп өткізсін деген сатушы. Апам ауырып жатыр деді бала. Ауырып жатыр ма? Онда амал жоқ деп сатушы бөтелкені алды да арзан конфеттен өлшемеген бір уыс қып балаға ұстата салды. Ендігәрі бөтелке әкелме, сенен алмаймын деді ескертіп. Енді үйде бөтелке жоқ. Балалар шығып кетті. Өзі бір тақылдаған сүйкімді бала екен деді еріксіз жымиған ұлтуған. Соңынан сүйсіне қарап, әлгі майданның баласы ғой дейді салт сатушы. Ұлтуғанның жүрегі зырқ ете түсті. Не істеп не қоярын білмей, бет-жүзі дуылдап, атып сыртқа шықты. Балалар дүкеннің алдында конфетті бөлісіп тұр екен. Қайсысы еді әлгі бала? Анау екен ғой. Әй бала, сенің атың кім? Сайлан. Апаңның ауырып жатқаны рас па? Рас. Бағана үйге дәрігер келген. Жүрегі ауырады деді. Балалар бір-біріне қуысып жарыса жөнелген. Ұлтуған есінен таңғандай сілейіп тұрды да қалды. Әлгіндегі алып ұшқан көңіл, қуаныш атаулар түте-түтесі шығып, лезде ғайып болған еді. Енді иіні салбырап, сүмірейіп кейін қайтты. Тура майданның үйіне қарай бет алды. Не де болса Сәндібаланың өзін көру керек. Майданның үйі осыдан 3-4 жыл бұрын өзі бригадир болып жүргенде салған 4 бөлмелі верандасы бар үлкен үй еді. Ұлтуған келгенде жасы 10 шамасындағы шашы жалбыраған қыз бала верандада кір жуып отыр екен. Майданның тұңғышы осы болу керек. Өңі Майданға да, Сәндібалаға да ұқсайды. Жуып отырған кішкентай інісінің киімдері. Апаң үйде ме? Қыз ұлтуғанды көріп сәл тіксініп қалған. Есі кірген бала ұлтуғанның кім екенін іштей сезетін сияқты. Апам ұйықтап жатыр, оятуға болмайды деді онан соң. Ұлтуған веранданың ішіне онан ашық тұрған есіктен ішкі бөлмелерге көз тастаған. Барлық тұста шашылып жатқан балалардың киімдері, жуылмаған ыдыс-аяқтар, нанның қоқымдары. Еденді мына қыз бала жуған болу керек. Шамасы жетпей сатал-сатал ғып езіп тастаған. Қарап тұрып адамның көңілі жүдейді екен. Езгілеген кірін жуа берді. Даладан шар етіп баланың жылағаны естілді. Қыз атып тұрып шығып кетті. Мен саған жылатпай ойнат дедім ғой деді. Өзінен кіші біреуіне ұрса бастады. Ұлтуған енді байқады. Үйдің көлеңке жағында 2 жасар ұл баланы 5 шамасындағы қыз бала қол арбаға отырғызып сүйретіп жүр екен. Жүрегі шым-шым етіп шаншып кетті. Ұлтуған мұнан әрі тұра беруге төзе алмай жүгіре шығып үйіне беттеді. Алқына басып келген бойда сарт-сарт жұлқылап есіктерді ашты да түпкі бөлменің босағасына кеп тұра қалды. Майдан, тез киінде шық деді. Онан соң бұйырған үнмен: не боп қалды? Кейін. Түкке түсінбеген Майдан көзін бағжайтып киінуге кірісті. Киініп болғансың? Иә, не боп қалды деді үрейленіп. Үйіңе бар айтпағың сол ма еді? Иә, Майдан, айналайын. Мен десең үйіңе бар.
Мен ешқайда кетпеймін ғой, тек бүгін үйіңе баршы. Тыңдашы, тілімді алшы бір рет. Майдан екі иіні салбырап көп отырды ақыры. Ұлтуғанның айтқанынан қайтпасына көзі анық жеткеннен кейін барып, мақұл деп лажсыз орнынан тұрды. Тек ертең қайтып келем өзіңе. Ендігі жерде сенсіз өмір сүре алмаймын. Жарайды, бара ғой жаным. Тоқташы кәне, сүйші мені. Майданның үйден қалай шыққанын сұңқиып көше бойлап қалай жүргенін Ұлтуған терезеден көз алмай бақылап тұрды. Ыстық жас бетінен сорғалап жол салды. Сол күннің ертеңіне Майдан Ұлтуғанның үйіне кеңсеге соққан. Жұрт гу ете жүр екен. Ұлтуған таңертең ертемен бұл ауданнан көшіп кетіпті. Қайда кеткенін жан білмейді. Майдан сенер-сенбесін білмей алып ұшып Ұлтуғанның үйіне келген. Аңғал-саңғал иесіз жұрттың үстінен түсті. Дымы құрып бүктетілген күйі босағаға отыра кетті. Айрылып қалғанын білді. Тарқатылған сан қилы ойдың түйініне жете алмай дал болды. Апырау, Ұлтуғанның мұнысы несі деп налыды.